Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен үшбұрышты үлкен пицца жасағым келіп тұр өзімнің духовкамда. Ал менімен бірге болыңыздар, бірге жасайық кеттік. Ал бізге керегі қамыр. Қамырды мен көп қылып аштым. Бір ашытқан кезде көп қылып қамырды осылай көп қылып ашытып қойып, қалғанын морозильникке салып қоямын. Сол морозильниктен алып, өзіме керек кезде істете беремін. Ал менде морозильнигімде осы қамыр қалған екен. Осыдан қазір бірге пицца жасаймыз. Қазір ал енді қамырымызды жайып алайық. Үшбұрышты етіп, сосын кесіп аламыз. Бір кусок, бірақтан үлкен етіп жасаймыз, Әдемі көзіңнен, сөйлеген сөзіңнен, жүрсің ішке беліңнен, тәтті ұзын шашың беліңнен, түскен түсті көзіме, жарасып тұр өзіңе қатты. Менде мынау бір олдан үлкен шықпайтын сияқты, сол үшін ол жайып атқан қамырымның жартысын мына зуалаға қостым. Мына бір зуала қамырға қосып, басынан жаямын. Әдемі көзіңнен, сөйлеген сөзіңнен, жүрсің ішке беліңнен, тәтті ұзын шашың беліңнен, түскен түсті көзіме, жарасып тұр өзіңе қатты. Сенің көздерің алып барады, сезімге еріп батып барам, сөйлеген сөзің жақ барады, ғашық боп қалам қайталап. Сенің көздерің алып барады, сезімге еріп батып барам, сөйлеген сөзің жақ барады, ғашық боп қалам қайталап. Қамырымды жайып алдым енді. Менің духовкам листі осы. Осыған қазір үшбұрышты етіп кесіп аламын. Әдемі көзіңнен, сөйлеген сөзіңнен, жүрсің ішке беліңнен, тәтті ұзын шашың беліңнен, түскен түсті көзіме, жарасып тұр. Ал мына жасап болдым, енді духовкамызге орналастырамыз. Орналастырып алдық. Енді үстіне жаңағы керек заттарды жағам. Мен өзім сицевелиді қолданамын. Өзім жазда жаққан. Осыдан бір қасық, сосын азғантай майонез саламыз. Сенің көздерің алып барады, сезімге еріп батып барам, сөйлеген сөзің жақ барады, ғашық боп қалам қайталап. Сенің көздерің алып барады, сезімге еріп батып барам, сөйлеген сөзің жақ барады. Вот мен пиццамды бірінші қамырын кішкене бір пісіріп, қамырын осылай бір пісіріп аламын. Но менде ашыған қамыр болған соң өстіп көтеріліп кетеді. Бізде енді асты әдем пісу керек та. Өте әдем болып тұр. Қазір бірінші бетіне өзім осындай сырды қолданамын. Біздің Шымкентте сатылады тек қана, пиццаға арналған емес, но бірақтан жақсы ериді, и дәмі өте керемет. Сырды қазір осы чоркадан өткіземіз. Бұл бұрынғы чорка ғой, енемнің чоркасы енді. Қазіргі жаңа чоркалар онша ұнамайды маған. Осымен өте ыңғайлы. Өстіп ұстайсың да, сразу шығарып тастай саласың өстіп. Барлық жеріне осылай не істеп аламыз, шығарып аламыз. Әдемі көзіңнен, сөйлеген сөзіңнен, жүрсің ішке беліңнен, тәтті ұзын шашың беліңнен, түскен
что это уже твое. Әдемі көзіңнен, сіз сөйлеген сөзіңнен жыр-жіңішке бе. Ал енді духовкада осы пиццамды пісіріп аламын қазір. Ал достар, менің пиццам пісті, өте күшті әдем болып тұр. Мен бірінші қамырым кішкене бір 7 минуттай пісіріп алам да, кейін қалған заттарын салып пісірем. Сол кезде тап-таза болып піседі, әдем болып піседі. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп, видеомды достарыңызға жіберіңіз. Бұл челленджді сіздерге жолдаймын. Сіздер де осылай пицца жасап көріңіздер. Пиццаны кесіп көрдім. Қараңыздар, өте дәмді болған. Өте дәмді, прям күшті.